Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы дипломатиялық этикет. Дипломаттар анықтама бойынша үкімет белгілеген бағытты іс жүзіне асыруға арналған тәртіпті, міндетті адамдар. Ереже бойынша ненің болатыны, ненің болмайтыны туралы, немесе ымыраға келетін, сондай-ақ мүлдем ымыраға келмейтін шектерді берілген дәл нұсқаулықтары бар. Бірінші кезекте атап айтқанда тұлға, одан кейін ғана дипломат болып саналатын нұсқаулықтың өзінің мені арқылы іс жүзінде асыратын адамдар ғана барынша тиімділікке қол жеткізе алады. Түптеп келгенде, дипломатия бұл да саясат, алайда сыртқы саясат. Бұл мемлекеттік қызметшілердің, дипломаттардың, елшілердің, елшіліктер аппаратының, консулдықтардың, сондай-ақ сауда, мәдени, туристік қызметтердің іс-әрекеті. Саяси ахуал мен шешендік өнер білімін толық меңгеруге құрылған іс-әрекет. Дипломатиялық міндеттерді үкімет мүшелері, ірі ведомстволардың, партиялардың, фирмалардың, білім беру мекемелерінің басшылары да шетел мемлекеттерімен қарым-қатынас жасайтындардың барлығы да орындайды. Әрине, дипломатияда сөйлеу саласына қатысты көптеген талаптар сақталынады. Біріншіден, дипломаттың сөзі абыройының жоғарғы сезімімен ерекшеленеді. Өйткені ол өз елінің дәстүрлері мен беделінің көбінесе экономикалық және әскери әлеуеті атынан әрекет етеді. Дипломат та өз елінің дәстүрлері мен амбициялары атынан әрекет ететін әңгімелесушісіне жоғары құрмет көрсете алады. Дипломаттардың жоғарыда айтылған сөзін ұстанусыз қалаған нәтижеге жету неғайбыл. Өзара мүдделер сақталынбайтын болады. Келісімдерге қол жеткізілмейді. Табысты байланысқа, сондай-ақ белгіленген кәдімгі дәстүрлі этикет пен церемониалды ұстану көмектеседі. Екіншіден, дипломаттың сөзі оның жоғарғы білімділігін жалпы ғана емес, сонымен бірге бірнеше тілдерді үздік меңгергенін, тарих, мәдениет, география, экономика, әдебиет, әлемдік әдебиет, әсіресе келіссөздер жүргізіліп отырған елдің әдебиетін терең білетіндігі бейнеленуі тиіс. Қорыта айтқанда, дипломатқа өз елінің мүдделерін қорғауда өз ұстанымдарының мықтылығы қажет. Өз ойларын нақты әрі дәл жеткізе білу, сауатты сөйлеу, тек өз сөздерімен ғана көңіл аудартпай, сонымен бірге тыңдаушыларға ықпал ете білу, сөйлеу мәдениетін меңгеру, әртүрлі маман иелері, дипломаттар, заңгерлер, саясаткерлер, мектеп және жол оқытушылары, радио және телевизия қызметкерлері, менеджерлер, журналистер үшін өзіндік кәсіби жарамдылықтың сипаттамасы. Сөйлеу мәдениетін барлық адамдар меңгеру қажет. Өз қызмет бағыты бойынша адамдармен байланыстылар, оларды ұйымдастырады және жұмысқа жібереді. Іскерлік келіссөздер жүргізеді, тәрбиелейді. Олардың денсаулығына қамқорлық жасайды. Адамдарға әртүрлі қызмет көрсетеді. Этикеттік норманы қабылдау қоғамның және мәдениеттің құндылықтарына бағыну. Этикет әрбір адамға әлеуметтік мәдени жағдай жасауға үйретеді. Мәселен, сәлемдесу, танысу, қоғамдық орында өзін-өзі ұстау, тағы да басқа сияқты. Этикеттік нормалар адамға ортақ тіл табысуға, өзін қиын сәттерде қалай ұстау керек екеніне мүмкіндік береді. Этикетті қолданбаған жағдайда адамдар арасында қарым-қатынастың бұзылуына алып келуі мүмкін. Этикет адамзат өркениетінің ұлы игілігі. Тек әлеуметтік қарым-қатынасты реттеп қана қоймай, ойын эффектісіне де ие болғандықтан адам өмірін байтады. Мәтін соңында тақырыпқа қатысты сөздік жұмыстары бар және тапсырмалар бар. Осы тапсырмалармен жұмыс істеулеріңізге болады. Сау болыңыздар.